Әскердегі бір жыл бұл жігіттерге екінші үй болып кеткен. Дегенмен үйдегідей еркін өмір жоқ. Ең қиыны таңғы 6-да ұйқыдан ояну. Рота, ұйқыда тұр! Ұйқыдан оянып, жиналуға бар болғаны 3 минут уақыт. Үйде жасамаған таңғы жаттығуға асығу керек. Таңғы жаттығудан кейін әскери таңғы ас. Мұндай таңғы асқа үйрену оңай емес. Дегенмен дәрумендерге бай аста міндетті түрде ботқалардың болуы шарт. Таңғы астан кейін жігіттер сабаққа барады. Сарбаздардың уақыты қайда, қалай өтетіні алдын ала кестеде көрсетілген. Ең маңызды жаттығулардың бірі сапта түзу әрі әдемі жүріп үйрену. Ол үшін айлап жаттығамыз дейді сарбаздар. Спорттық дайындықтан басқа жігіттер лекция залдарында сабақ оқиды. Онда қару-жарақты шашып, жинау, жалпы қолдану жолдарын үйренеді. Әскердегі бір жылда жігіттер әскери техниканы меңгеріп, қарудан атып, қысқасы отанын қорғауға дайын болу керек. Қиындығы мен қызығы көп, әскери өмірден тыс әрбір сарбазды сүйіктісі күтеді. Жазылған хаттар мен шырқалған әндер арулардың құрметіне. Алиса Аманова, Алтынбек Даутов, Арайлы таң.